Адам өзінің ішінде не бар, өзгелерден тек соны көреді. Өз кемшіліктерін мойындай алатын адам өзгеден кемшілік іздемейді. Бұл дүниеде кімге кім өмірлік дейсіз? Сен керек кезде сөзі де сыпайы, өзі де сыпайы болады. Керегің болмаған кезде сенің қараған көзің де сөзің де жаман. Бір жұмысты жасай алсаң жақсысың, жасай алмасаң жамансың. Мың жақсылығың көрінбей, қолындағы дүниеңмен сыйласатыны қалады. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен менікінің айырылмасы, өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Адамға мінез құлық үш түрлі адамнан жұғады екен. Біріншісі ата-анадан, екіншісі ұстазынан, ал үшіншісі құрбы жолбастарынан. Қайсысынан көбірек жақсы көрсе, сол кісіден көбірек алады екен. Өмір мұхит, уақыт толқын. Өмірдің алды ыстық, арты суық. Алды ойын, артқы жағы мұңға жуық. Біреудің қателігі мен айыбын іздеп жүретін адамдар өмір бойы өзі де қателік пен айыптан көз ашпайды. Ал жақсылықты көре білу үлкен өнер. Қайғыңызды бәріне көрсетпеңіз, себебі сіздің отыңызға кім ағаш тастайтынын білмейсіз. Сенімен сөйлескісі келмейтін адамды қайта-қайта мазалама. Себебі қадіріңді одан сайын кетіріп аласың. Кей надан адамдар өзін жеңдім, бетін жұлып тастадым, сөзбен айтып, айыбын бетіне басып, үнін өшірдім деп ойлайды. Өзін өзгелерден жоғары қойып, ал шын мәнінде жеңіп тұрған адам үндемеген адам. Себебі итпен бірге ит болғысы келмегендіктен үндемейді. Бәрі мінезіне сай кісілермен және де өзіне лайық ортада жүреді. Себебі қанша тырыссаңыз да, қара қарғаны гүл бағына, бұлбұлды қоқыс алаңына үйрете алмайсыз. Ешкім басқа біреуге мін тағатындай мінсіз емес. Бірақ кейбіреулер мұны өздеріне дұрыс санайтындай арсыз келеді. Біреуге жақсы адам боламын деп көрінудің қажеті жоқ. Сенің бәрібір жақсы жағыңды көрмей, тек жаман жағыңды көреді. Жақсы адам сөздің шырынын іздейді, жаман адам сөздің шірігін іздейді. Әлсіздігіңді көрсетпе. Барлығы сені ашуланып ұрсады деп ойлаған жерде сабыр сақта. Барлығы сені тізерлеп жылайды деп ойлаған жерде күлімде. Адамдарға ешқашан әлсіз тұсыңды көрсетпе. Әйтпесе әлсіз жеріңді өзіңе қарсы пайдаланып, ең жанды жеріңнен соққы аласың. Менің ең үлкен қателіктерімнің бірі, қуанышты сәттеріме аса мән бермей, қайғылы сәттерімді бүкіл сезіміммен есте сақтап қалғаным болды. Адамдар сенен кетіп бара жатса, жібер. Тағдыр артық адамдарды өз тазалайды. Бұл олардың жаман адам екенін байқатпайды. Жай олардың ойыны сенің өміріңде ойналып бітті. Ешбіреуге әуре болма, бір нәрсені ұқтырып. Тыңдағысы келмейтіндер тыңдамайды ешқашан. Түсінгісі келмейтіндер түсінбейді ешқашан. Өзіңізге сенген жандар қажет етпес артық сөз. Түсінгендер артық сөзді қажет етпес ешқашан. Ашуланған кезде жауап берме. Бақытты болған кезде уәде берме.
Мұңайған кезде шешім қабылдама. Өзі өтініп сұрамаған адамға көмектесуге асықпа. Алдыңа келмеген жанға кеңес беремін деп килікпе. Өзіңнің сөзіңнің, ойыңның қадірін біл. Адамдарға ренжудің қажеті жоқ. Әркім өз тәрбиесіне қарай сөйлейді, өз деңгейінде ойлайды. Ашу боран секілді, біраз уақыттан кейін басылады, бірақ оған дейін көп бұтақты сындырып үлгереді. Қазіргі заман біреулер сен жайлы жақсы сөз естісе, оны басқалардан жасырады. Егер сен жайлы жаман сөздер естісе, оны басқаларға таратуға асығады. Ал егер сен жайлы ештеңе естімесе, ойдан құрастыра бастайды. Әр нәрсенің бір хайыры бар. Сондықтан әр нәрсені ойлап, көңіліңді түсірме. Келетін нәрсе өзі келеді, кететін нәрсе қанша ұстасаң да кетеді. Өмірдегі ең керемет нәрсе сенің бүкіл кемшілігіңді, қателігіңді, әлсіздігіңді біле тұра, сен туралы тек жақсы ойлайтын адамның болғаны шығар. Алла асықпайды, сен асығасың, сол үшін де шаршайсың, күйзелесің, қиналасың. Алла сен үшін жазған нәрсе әрқашан сенікі болады. Жүрегің жараланғанда миың жұмыс жасай бастайды. Дұрыс адаммен дұрыс жолды таңдаңыз, сол кезде сіз көп жетістіктерге жетеріңіз анық. Бізге ұнамсыз дүниелерде біз білмейтін бақыт бар. Ардақты пайғамбарымызға салауат айту кедейлікті кетіріп, жақсылықты, берекені арттырады. Қолыңдағы бар нәрсеге шүкір етсең, қолыңдағы жоқ нәрсеге жетесің. Ең ауыр жүк уақытында айтылмаған сөз. Елдің сіз жайлы айтқан өсегін тас деп санаңыз. Оны арқалаған сайын беліңіз сынады. Аяғыңыздың астына қойып отырсаңыз, жоғарылай бересіз. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. 100 жоспар құрғаннан пайда жоқ, бір әрекет болмаса. Сені біреу мақтап жатса, сеніп қалма. Сені біреу даттап жатса, сынып қалма. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, ол тек бүгінгі мазаны алады. Көп уайымдамай дұға жасаңыз. Шын қалаған адам уақыт табады. Өлімнен емес, мағынасыз өмір сүруден қорқуымыз керек. Шаршаған жүрегіңізбен Алланы еске алыңыз да тынышталыңыз. Біздің ең үлкен қателігіміз ойын-сауықтың бәрін жастық шағымызға, сауапты істерді қартайған шағымызға қалдыруымыз. Егер біреу жаныңызды жаралайтын сөздер айтып, сіз үнсіз қалсаңыз, сіз үшін періштелер жауап береді. Сөзге шын мәнінде адам емес, Алла көмектеседі, бірақ көбіміз бұл нәрсені байқамаймыз. Жақыныңа өкпелі болсаң да, аз ғұмырыңды сыйластықпен өткез. Өкпе, реніш, наз дегенді көңіліңнен өзің өшірмесең, ол еш уақытта бітпейді. Бүгінгі адам ертең топырақ. Біз үйде қанша жан барсың, бәріңде бір-біріңе қонақсың. Сыйлассаң тіріңде сыйлас, өлген соң жыласпа. Қу тірліктің күйбеңімен уақыт сымырай береді. Ештеңе дәл бүгінгідей қайталанбайды. Әр уақытта
заттың, адамның да қадіріне жете біл. Қасыңда жүрген адамдарды бағалай біл. Ол туысқаның, жаныңдағы жарың, досың, сырласың, құрдасың болуы мүмкін. Мейлі қайсысы болса да, ол адам бүгін бар, ертең де бар болуы мүмкін. Ал арғы күні бар ма, жоқ па белгісіз. Кейін ол сізден алыстап кетсе, саныңызды соғып қалмаңыз.